Барыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін біз өте оңай жасалатын жұмсақ сүзбелі печенье дайындаймыз. Ол үшін бізге қамырына қажет ингредиенттер: сары май, құрғақ сүзбе, ұн және де салмасына қант, кокос жаңқасы, сонымен қатар қопсытқыш қажет. Ең алдымен біз қамырын жасаймыз. Ол үшін ыдысқа сүзбені саламыз, жұмсақ майды турап саламыз. Барлығын жақсылап шанышқымен еземіз, немесе блендермен ессеңіздер де болады. Бізде осындай сүзбелі масса шығуы керек. Енді аз-аздан ұн саламыз және де қопсытқыш саламыз. Жақсылап араластырып қамыр илейміз. Ұнды аз-аздан салып араластырыңыздар. Өйткені бұл сүзбеге байланысты. Егер сіздердің сүзбелеріңіз қатты құрғақ болса, ұн өте аз кетуі мүмкін. Бұл өте жақсы деген сөз. Ал егер сүзбелеріңіз сіздердің кішкене сулау болса, онда ұнды көптеп саласыздар. Мінеке, бізде достар осындай қамыр шықты. Енді бірден осы қамырды жұқалау қылып жаямыз. Ол үшін үстелдің үстіне аздау ғана кішкене ұн себеміз. Бірақ біздің қамырымыз жабысып қалмауы керек. Осылай жұқа қылып жаямыз. Шамамен қалыңдығы 2 мм болады. Екі жағынан ұнды жақсылап себіңіздер, біздің қамырымыз жабысып қалмасын. Печеньені түзу қылып жасау үшін, симметриялы әдемі болып шығу үшін жан-жағын осылай кесіп аламын. Бірақ бұл міндетті емес. Қамырдың қалған бөліктерін қайтадан біріктіріп, ең соңында тағы да осылай жайып шығамыз. Енді осы қамырдың үстіне кокос жаңқасын және де қантты саламыз. Шетінен бастап өте жіңішке қылып ораймыз. Мен тек жартысына дейін ғана ораймын, одан соң осылай ортасынан кесемін. Енді осыны біздің шыққан рулетті бірнеше бөліктерге кесіп шығамыз. Мен ирек болып, әдемі болып шығу үшін осындай ирек пышақпен әдейі кесіп шықтым. Егер сіздердің рулеттеріңіз қатты қалың болып кетсе, онда ол ортасы піспей қалуы мүмкін. Сол себептен де қатты қалың қылмауға тырысыңыздар. Мына қалған қамырды тағы да мен оны орап, осылай печенье жасап шығамын. Достар, қалған қамырдың барлығын біріктіріп, жайып, ортасына салмасын салып, тағы да осылай печеньені жасап шығыңыздар. Пешті алдын ала қыздырып қойыңыздар. 180 градуста қызған пешке біз шамамен 20 минуттай пісіреміз. Бетіне еш нәрсе жағып қажет емес, өзі қызарады. Қызарған кезде пештен шығарамыз. Мінеке, бізде осындай болып шығады. Өте әдемі, ыстық күйінде жесеңіздер өте дәмді. Міндетті түрде үстіне қант ұнтағын себіңіздер, одан сайын дәмді болады. Достар, барлықтарыңызға осы печеньені дайындап көруге кеңес етемін. Өте дәмді, өте жұмсақ, шаймен ішкенге керемет, және де сүзбесі бар, сондай дәмді печенье. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат.